Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Менің аты жөнім Жанболатова Сайора Анипияқызы, Еуразия технологиялық колледжінің қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінің оқытушысымын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақ тілі пәнінен сөз мәдениетінің адам қарым-қатынасындағы орны, сөйлеу шеберлігі және тіл мәдениетіне арналады. Сабағымыздың мақсаты сөз мәдениеті, адам өміріндегі сөз мәдениетінің рөлі туралы түсінік беру. Сонымен қатар білім алушыларды мәдениеттілікке, адамгершілікке, ынтымақтастыққа тәрбиелеу болып табылады. Ең алдымен студенттер, сіздерге арналған сұрақтарға назар аударыңыздар. Сіздер сөз мәдениеті дегенді қалай түсінесіздер? Сонымен қатар адамдар арасындағы қарым-қатынаста сөз мәдениетінің рөлі қандай деп ойлайсыздар? Және де соңғы сұрақ, қазақ тілінің қоғамда қолдану аясы, өзіндік орны қандай деп ойлайсыздар? Ең алдымен адамдар бір-бірімен қарым-қатынас құралдарының ішіндегі кең қолданылатыны және аса маңыздысы ол тіл екенін барлығымызға білеміз. Сондықтан адамдар арасындағы қатынас мәдениеті туралы айта отырып, сөз мәдениетіне соқпай кетуіміз мүмкін емес. Сөз мәдениеті дегеніміз сөздерді дұрыс, орнымен қолдану, дұрыс құрастыра білу, дұрыс қиюластыра білу, дұрыс дыбыстау және де сауатты жазу. Сонымен қатар тілді әсерлі етіп жұмсау нормаларын ұстану, орнықтыру және жетілдіру. Осылардың барлығын қосып сөз мәдениеті деген ұғым пайда болады. Сөз мәдениеті деген ғылым таным саласын ортология деп атаушылық қазіргі күнде белең алып жүр. Яғни ортология ол сөздің дұрыстығы туралы ілім болып табылады. Құрметті студенттер, сіздерге келесі сөз мәдениетіне байланысты ситуациялық жағдаяттар берілген. Бірінші жағдаят. Көшеде бір әже ауыр сөмке көтеріп келе жатыр екен. Сен аулада ойнап жүргенсің. Кейін сенің іс-әрекетің қандай болады? Сен не істейсің? Екінші жағдаят. Жақын досың ауырып жатыр. Сен не істейсің? Үшінші жағдаят. Мектеп үзілісі. Әдеттегідей дәлізде айқай-шу. Бір-бірімен сөйлесу үшін сен де бір-бірлеріңе айқайлап сөйлеулерің керек болады. Сол кезде бір мұғалім келіп сіздерден өздеріңді дұрыс ұстаңдар, айғайламаңдар деп талап етеді. Сіздердің іс-әрекеттеріңіз қандай болады? Ситуациялық жағдаятқа өздеріңіздің жауаптарыңызды жазыңыздар және басты критерий сөз мәдениетіне сай болуы керек. Сөз мәдениеті біріншіден ауызекі тіл мәдениеті және жазба тіл мәдениеті болып екіге бөлінеді. Ауызекі сөйлесу кезінде жеке адамдар өзінің мінез-құлқын көрсетеді. Сондықтан да сөйлесу, ол сөйлесе білу, өнер, мәдениеттіліктің белгісі болып табылады. Жазба әдеби тіл жазу арқылы белгілі бір жүйеге түскен жазу дәстүрі мен әртүрлі жазба әдебиетінің негізінде қалыптасқан тұрақты нормалары, стильдік жанрлар бар, тармақтары бар тілдің бір түрі болып табылады. Екіншіден сөз мәдениеті сөзді дұрыс қолдану, яғни сөз дұрыстығы болып табылады. Сөз дұрыстығы қазіргі әдеби тілдің жұртшылық таныған, үлгі тұтқан нормасын ұстану дегенді білдірсе, сөз шеберлігі тек нормаға тән дұрыстықты ғана білдірмейді. Сонымен қатар, алуан түрлі тілдік амал-тәсілдердің ішінен мағына, стильдік жағынан аса дәл, ұтымды түрін талғау дегенге негізделеді. Бұл жерде сөзге дұрыс, не бұрыс деген баға берілмейді. Сөз дәлірек, айқын деп бағаланады. Тіл анық болмай, ой анық болмайды деген сөз. Тіл ол ойдың айнасы. Тілдегі сауатсыздық адамның жалпы сауатсыздығының, мәдениеті төмендігінің көрінісі, рухани байлығының әлсіздігі. Сондықтан да білім алушылар, сауатты болыңыздар, сонымен қатар мәдениетті болыңыздар. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.